Баршаңызға сәлем, сіздермен Луиза. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен витаминдерге толы болған үй жағдайында дайындалатын лимонадтың рецептісімен бөлісемін. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге бір лимон қажет. Лимонды цедрасынан шығарып аламыз қырғыштан. Осылай цедрасын шығарып болғаннан соң бір лимонымызды енді блендерден өткізу үшін ұсақтап турап аламыз. Енді туралған лимонымызды блендерге салып, үстіне 100 грамм шекер саламыз, сосын 500 грамм су құйып, цедрамызды да салуды ұмытпаймыз. Менде ол жері видеоға түспей қалыпты. Барлығын жақсылап блендерменен араластырып аламыз. Блендерде араластырылып алынған лимонымызды сүзгіштен өткізіп аламыз. Жақсылап суын сүзгіштен өткізіп болғаннан соң, осы лимонды қайтадан блендерге салып, 500 грамм су құйып, екінші рет қайтадан блендерменен жақсылап араластырамыз. Екінші рет сүзгіштен лимонымызды өткізіп аламыз. Енді бөлек бір ыдысқа өз қалауларыңыз бойынша мус салсаңыздар болады. Мус салып, сосын мен мята қостым. Одан кейін мандариннің бөліктерін салып, кішкене ғана қатырылған малинамызды да қосып, жаңағы лимонды суымызды осыған құйдым. Лимонадымызды құйып болғаннан соң, қасықтың көмегіменен жақсылап қозғап аламыз. Біздің қолда жасалынған, үй жағдайында жасалынған лимонадымыз осымен дайын болды. Түсі осындай әдемі болып шықты. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Луиза. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Лайк басып, комментарий жазып қалдырыңыздар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.